Сәлем достар. Әйелдер билеген мандариндер жұмағы туралы естіп пе едіңіздер? Джеджудо аралы бүгінгі заманның әлемнің 7 кереметтерінің бірі. Оңтүстік Кореяның табиғи жауһары, Шығыс Азияның ең әдемі аралы. Мен де мұнда болдым. Сол туралы сіздерге баяндап берейін. Джеджудо Корей түбегінің оңтүстік батысындағы Сары теңіз маңында орналасқан оңтүстік Кореяның ірі аралы. Арал өзінің сұлу табиғаты, ерекше геологиялық формациясы және жайлы теңіз климатымен Азиядағы ең танымал туристік бағыты ретінде әйгілі. Аралдың көрнекі жерлерінің саны көп және алуан түрлі. Солардың ішіндегі бірнешеуіне тоқталып өтейін. Джеджу аралы сөнген жанартау болып табылады. Аралдың қақ ортасында оңтүстік Кореяның ең биік нүктесі саналатын Халасан тауы бар. Оның төбесін аралдың кез келген жерінен көруге болады. Таудың төбесіндегі сөнген кратерінде ғажайып Пенноктам көлі жайғасқан. Тауды айнала қоршаған ұлттық саябақ флора мен фаунаға бай. Мұнда жанартаудың дәл төбесіне апарар бірнеше треккингтік маршруттар бар. Туристер көбінесе жаяу және велосипедті маршруттарды, сонымен қатар парапланда ұшу, парасейлинг, тағы басқа секілді белсенді тынығу түрлерін таңдайды. Ал біз нағыз көшпелі халықтың ұрпағы ретінде әрине жанартау маңайын ат үстінде тамашалауды жөн санадық. Оған қоса, бойдағы адреналинді шығару үшін тауда квадроциклдармен жарысып та көрдік. Өте әсерлі демалыс болғаны сөзсіз. Адамзат әлемнің түкпір-түкпірінен Джеджу аралына жер астына түсу үшін де келеді. Себебі мұнда дүние жүзіне танымал лава туннельдері бар. Олардың ішіндегі ең ірісі және бүгінгі күнге дейін жақсы сақталғаны Манджангул үңгірі. Бұл орында келушілер ерекше геологиялық құрылымды зерттеп, жер асты әлемінің сұлулығына тамсануға мүмкіндік ала алады. Джеджудо оңтүстік Кореяның ең дәмді әрі шырынды провинциясы. Неге екендігін білесіздер ме? Арал жыл бойы пісетін халлабонг атты тәтті мандариндерімен танымал. Мандариндер мұнда фирмалық тағам саналады. Оның негізінде ботқа, балмұздақ, шырын, кофе, тіпті пешене жасалады. Жалпы цитрус тектестердің экспорты елдегі туризмнен кейінгі жергілікті бюджетке табыс әкелетін екінші бабы саналады. Өз басым бұл мандариндерді тоя жедім. Жоғарыда айтқанымдай, Джеджудо жанартаудан пайда болған және оның топырағының 90% базальттан, демек қатып қалған лавадан құралған. Аралдың кең таралған символы жанартаулық таужыныстан жасалған Тюль-Харубан есімді тас қариясы. Жергілікті тұрғындардың сенімінше, бұл тас қариясы зұлым күштерден қорғайды. Сондықтан да мұндай мүсіндерді аралдың барлық жерлерінен көре аласыздар. Джеджудың бұрыннан қалыптасқан ендігі бір атауы бар. 3 молшылық аралы. Аралда молшылықта тастар, жел және әйелдерді табуға болады. Расымен жанартау аралы желінің зойқын күшін сезіндіріп, арал бойы моншақтай шашылған тастарды көптеп кездестіруге мүмкіндік береді. Ал әйелдер ше? Джеджу аралында көне заманнан әйел билігіндегі матриархат орнаған. Бұл қалайша? Оңтүстік Кореяда матриархаттың орнауы қалай болды деп сұрасаңыздар, оның себебін аралдың континенттік мәдениет пен дәстүрлерден алшақтығымен түсіндіруге болады. Джеджулік әйел күйеуін еш уақытта басын баса да, үнемі зейнетте өмір сүрген. Әйел көбінесе қиын жұмыс орындап, өзінің отбасын қамтамасыз етіп отырған. Джеджу аралының нәзік жандылары бүгінде терең суға сүңгіп, ұлу, балдыр және басқа да теңіз өнімдерін тапқан. Ал бұл уақытта ерлер үй-жайдың күнделікті өмірін бақылап, өскелең ұрпақты тәрбиелеген. Джеджу аралы романтикалық орын. Мұнда наш блюз, тепло и уютно, в один солнечный день, легенда синего моря және тағы басқалары сияқты көптеген әйгілі корейлік дорамалар түсірілген. Жалпы оңтүстік Корея бәрімізді тамсандырудан еш жалықпаған. Джеджу аралын ел арасында ең эротикалық арал деп те атап кеткен.
Иә, дұрыс естідіңіздер. Себебі Джеджудода Лавленд атты әлемге танымал бір жер бар. Ол ашық ауадағы махаббат тақырыбындағы фигуралардың үлкен көрмесі. Әрине мұнда бір әзілдік ой бар секілді. Себебі бақылап қарасаң, көңілді туристер осы мүсіндердің жанында суретке түсуді қатты ұнатады. Бұл тақырыптық саябақ әсіресе ғашық жұптар арасында өте танымал. Джеджудо оңтүстік Кореядағы ең әйгілі демалыс орны. Жыл сайын мұнда 4 миллионнан аса турист келеді. Ал корейліктердің арасында арал шәрбат айын өткізуде үлкен сұранысқа ие. Джеджудағы жағажайлық демалыста барлығының көңілінен шығары сөзсіз. Жайлы тропикалық климат, дамыған инфрақұрылымы бар таза жағажайлар мен әдемі су асты көріністері керемет демалыс үшін таптырмас орын. Джеджудоға міндетті түрде келіңіздер.